Туыла сала сөйлеген сәби. Сәлеметсіз бе құрметті көрермен, видео астындағы лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Баршаңызға Алла разы болсын. Сәбидің алдында жас, сұлу келіншек қартайған көрінеді. Сәбидің бұйрақ шыл шашы, үлкен көк көздері, сәл шығыңқы мұрны, қызыл ерні өзіне жарасып тұратын. Әйел оның жұмсақ, жібектей бетінен сүйіп, аспанның нұрын сезгісі келіп, оған қарай еңкейді. «Маған тимеңіз», кенет дауыс естілді. «Сенің мені еркелетуге хақың жоқ». Әйел қорқып, жан-жаққа алаңдады. Ол өзімен сәбиден басқа ешкімді таппады. Дауыс қайта естілген соң сәбиге оралды. «Тәңірім, жаңа туған нәресте болуына қарамай сөйлейді екен-ей». Сәби, «Маған жақындағаныңызды қаламаймын», деп қайталай берді. «Менен тез арада кет». Әйел сал түзеліп, «Мен балаларымның әрқашан ұл болғанын қалаймын», деді ол. «Олар да жақсы, бірақ қыз басқаша. Сондықтан сені сүйіп, еркелеткім келеді». «Сен мені сүйе алмайсың», деп сәби жылай бастады. «Мен де сені сүйе алмаймын. Бұл мүмкін емес». «Неге?» деп сұрады әйел. «Неге сүймейсің?» Бала тұншығып, «Мұның себебін өзіңіз білуіңіз керек. Мұқият ойласаңыз, міндетті түрде табасыз». Әйеліне болғанын есінен түсіріп, есін жиды. Ол барлық жағдай жасалған жеке аурухананың жайлы бөлмесінде жатты. Ол наркоз әсерінен есінен танып қалған. Жанұясының жақын достарының бірі жас дәрігер оған гүл шоғын берді. «Артта қалғаны рас болсын, ханым», деді. Операция, яғни аборт сәтті өтті. Өзіңіз айтқандай, қолыңыздағы қыз.